Екінші нұсқа. Бірінші есеп. А-ның қандай мәнінде 3х минус 8 тең 1 және 5а минус х тең 22 теңдеулері мәндес болады. Бірінші теңдеуді шығарамыз. 3х минус 8 тең 1. 3х тең 1 қосылған 8. 3х тең 9-ға, х тең 9 бөлінген 3-ке. Х-тің мәні 3-ке тең. Енді осы мәнді екінші теңдеуге х-тің орнына 3-ті қоямыз. 5а минус х тең 22. Сонда 5а минус х-тің орнына 3-ті жазам. Тең 22-ге. 5а тең 22 қосылған 3-ке. Сонда 5а-мыз 25-ке тең. А тең 5-ке. Жауабы А тең 5 болған кезде ғана тең болады екі теңдеу. Екінші есеп, теңдеуді шешіңіз. Берілген жазып алайын. Енді мен бірінші жақшаны ашып аламын. Сонда 9,4 минус 1,6 қосылған 2y тең минус 11,8. Енді мен 2y теңдіктің бір жағында қалдырам, сандарды бір жағына. 11,8 қосылған 1,6 азайтылған 9,4 болады. Сонда 2y-іміз тең болады. Екеуі азайтылып кетеді. 19,6 шығады. Минус 19,6. Енді бір-біріне бөлеміз. Y тең минус 19,6 бөлінген 2. Y тең екеуін бір-біріне бөлген кезде минус 9,8. Жауабы Y тең минус 9,8-ге тең. Үшінші есеп, теңдеуді шешіңіз дейді. Бұл жерде модуль арқылы берілген, сонда екі таңбамен қарастырамыз. Қосу және азайту таңбасымен. Сонда бірінші теңдеуіміз оң таңбамен қарастырам, екіншісін теріс таңбамен жазам. Х тең 24 қосылған 5. Х тең 29-ға. Екіншісі х тең минус 24 қосылған 5. Х тең минус 19-ға. Сонда 29 бен минус 19. Төртінші есеп, теңдеу құру арқылы шығарыңыз дейді. Бір вазада екіншісіне қарағанда 3 есе көп кәмпит болды. Бірінші вазаға екіншісінен 12 кәмпит салынды. Екі вазадағы кәмпиттердің саны бірдей болды. Әр вазаға неше кәмпит болды? Бірінші ваза. Ол бізде белгісіз. Сонда бізде x. Екінші ваза. Бізде 3 есе көп. Онда бізде 3x болады. Енді теңдеу құрамыз. Бірінші вазаға бізде 12 кәмпит қосылды. Екінші вазадан 12 кәмпитті азайтылып тастады. Енді осы теңдеуді шығарайық. X азайтылған 3x тең минус 12 минус 12. Минус 2x тең минус 24. X тең бөлген кезде 12 шығады. Сонда бірінші вазада 12 кәмпит, екінші вазада 36. Бірінші ваза.
12 кәмпит. Екінші вазада 3 көбейтілген 12, ол деген сөзіміз 36 кәмпит. Жауабы 12 мен 36.